Қайырлы күн достар. Бүгін біз үй жағдайында мұз кәмпит жасап үйренетін боламыз. Яғни чупа-чуп жасаймыз. Осылай ыдысымызға қант саламыз. Оны газге қоямыз. Осылай газге қойып, оның үстіне шамалы су құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Бізде осындай масса пайда болды. Енді осы массамызға түс беру үшін мен краситель пайдаланған болатынмын. Осының үстіне бір қасық краситель саламыз. Бізде осындай масса пайда болды. Енді оны көпіріп, қанты ерігенше әбден араластырамыз. Енді ол массамыздың дайын болмағанын ыдысымызға су құйып, шпажканы ең алдымен массаға, содан кейін салқын суға батыратын боламыз. Яғни қолымызға жабыспаса, біздің масса дайын деген сөз. Қыздар, сіздерде форма болса, арнайы формаға құйсаңыздар болады массаларыңызды. Менде ондай арнайы форма болмағандықтан мен осылай тақтайдың үстіне жасаған болатынмын. Міне біздің чупа-чуп істер дайын болды. Өте керемет, дүкеннен сатып алмаймын. Арнама тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер.